Сәлем бердік тыңдармандар. Бүгінгі түс жору шығарылымда түсіңізде қарыз алсаңыз мұсылманша түс жоруда қалай жорылады. Түсінде басқа адамнан қағаз алғаныңызды көру арманның егжей-тегжейіне байланысты әртүрлі коннотацияларды білдіреді. Егер қағазды ұсынатын адам армандаушыға белгілі болса, бұл оның өміріне бақыт атмосферасын енгізуге ықпал ететін жағымды жаңалықтар алудың көрсеткіші болуы мүмкін. Керісінше, қағазды беретін адам белгісіз болса, бұл туыстарымен келіспеушіліктерді білдіруі мүмкін. Егер қыз түсінде сүйіспеншілік сезімі бар адамнан қағаз алып жатқанын көрсе, бұл қарым-қатынастың болашағы үшін жақсы жаңалық деп санауға болады. Бұл жақын арада болатын құда түсу сияқты ресми қадамдардың мүмкіндігін көрсетеді. Келешек. Екінші жағынан, егер күйеуге шыққан әйел жыртылған қағазды алса, бұл оның өмірінің бір кезеңінде мүмкін ресурстарға немесе қаржылық мәселелерге байланысты болуы мүмкін қиын тәжірибелерді болжауы мүмкін. Ибн Сириннің бұл көріністі түсіндіруіне келетін болсақ, олар қарызға және армандаушы зардап шегуі мүмкін қаржылық қиындықтарға қарсы ескертуді қамтиды. Дегенмен бұл белгілі бір кодтарды декодтау, немесе армандағы белгілі бір хабарламаларды оқу сол қарыздарды шешуге көмектесетінін көрсетеді. Сонымен қатар, арман құнды кеңестер мен нұсқаулар алуға байланысты оң коннотациялар болуы мүмкін, әсіресе қағаз қайтыс болған адамнан алынған болса. Қайтыс болған адам жазған қағазды көру болашақ қиындықтарға қарсы тұруды жеңілдететін сабақтар мен тәжірибелерді үйрену мүмкіндігін көрсетеді. Сондай-ақ, жыртылған қағазды алу армандаушы кездесу мүмкін қиындықтар мен кедергілерді білдіруі мүмкін. Екінші жағынан, білімі бар адамдар арасындағы қағаз алмасу екі жаққа жақсылық әкелетін пайда мен өзара ынтымақтастықтың дәлелі болып саналады. Қыз біреуден қағаз алғанын армандаған кезде, бұл оның болашағына үлкен оптимизмді әкелетін жағымды хабарлама. Бұл көзқарас оның өмірінің бағытын жақсы жаққа өзгертетін мүмкіндіктерге толы жаңа парақтың ашылуын білдіреді. Егер бойда қыз түсінде өзіне таныс адамнан сол қағазды алса, бұл оның өзіне және басқаларға бақыт пен қанағат әкелетін үлкен білім немесе кәсіптік жетістіктерге ие болатынын білдіреді. Үйленген әйелдің түсінде жапырақ алу символы оның тұрақты және жылы отбасылық ортаны қамтамасыз ету үшін күш салуға және жауапкершілікті алуға дайын екенін білдіреді. Өйткені ол әрқашан өз отбасы мүшелеріне жайлылық пен қауіпсіздік әкелетін негізгі элемент болуға ұмтылады. Егер үйленген әйел түсінде біреудің қолынан қағаз алса, бұл жақын арада оның отбасылық өміріне түсетін баталар мен пайдалардың ағынын болжайды. Егер қағаз ол білетін біреуден болса, бұл оның кәсіби міндеттерін отбасылық міндеттерімен теңестірудегі табысының белгісі, қиындықтарға қарамастан, оларды үлкен тиімділікпен үйлестіру. Біреуден қағаз алу туралы арманның пайда болуы жақын арада жүктіліктің әйелі үшін жақсы жаңалық болуы мүмкін. Бұл оның бақытын және бүкіл отбасының бақытын арттырады. Бұл сондай-ақ күйеуі мен оның арасындағы қарым-қатынасқа деген сүйіспеншілік пен сүйіспеншілікке әсер ететін некелік келіспеушіліктердің аяқталуын көрсетуі мүмкін. Жүкті әйел түсінде біреуден қағаз алғанын көргенде, бұл оған және оның ұрығына жақсы жаңалық әкеледі. Жүкті әйел үшін түсінде біреуден қағаз алу, Алла қаласа, денсаулығы жақсы, ауру сырқаусыз, ол балалы болатынын білдіреді. Егер қағаз армандаушыға белгілі адамнан алынса, бұл оның өмірінде, әсіресе оның өмірінің осы нәзік кезеңінде жанында тұратын, және жүктілік кезеңінен аман-есен өткенге дейін оны қолдайтын адал адамдардың бар екенін көрсетеді. Белгісіз адамнан қағазды алу, армандаушының Құдайдың қорғауы мен қамқорлығының арқасында денсаулығында ауыр проблемаларсыз немесе ауыртпалықсыз жеңіл жүкті болатынын білдіреді. Сондай-ақ, егер қағазды күйеуі түсінде ұсынған болса, бұл оның оған деген сүйіспеншілігі мен ризашылығының дәрежесін көрсетеді, және осы үлкен сынақ кезінде оған шексіз қолдау көрсетеді. Бұл оның босануға және босануға дайындалуын жеңілдетеді. Одан кейін не келеді? Жалпы, түсінде жүкті әйелдің қағаз алғанын көру, болашақта жақсылыққа, бала дүниеге келгеннен кейін оның өміріне береке әкелетін мол ризықтың белгісі. Ажырасқан әйел біреуден қағаз алғанын армандаса, бұл ажырасқаннан кейін оның бойындағы әртүрлі сезімдер мен ұмтылыстар тобының дәлелі болуы мүмкін. Қағазды алу туралы арманда өткенге деген ностальгияны немесе жоғалған нәрселерді қайтаруға деген ұмтылысты ашуы мүмкін. Егер ол түсінде біреуден қағаз алып жатқанын көрсе, бұл оның қаржылық немесе жеке істерін реттеу және ажырасудан туындаған қиындықтарды жеңу үшін туыстары мен достары арасында қолдау іздейтінін білдіруі мүмкін. Ажырасқан әйелдің арманындағы ақ парақ үміт пен мүмкіндіктерге толы жаңа бастамаларды білдіруі мүмкін және оның өткен өмірін толтыратын жаңа өмірлік серіктесті кездестіруі мүмкін.
Түсінде алынған қағаз белгілі адамнан болса, ол әйел әрқашан қалаған жеке тілектер мен амбициялардың орындалуын білдіруі мүмкін. Егер адам түсінде мазмұнын өзі тани алмайтын құжатқа қол қойып жатқанын көрсе, бұл оның айналасындағылардың қанауына ұшырауы мүмкін екенін көрсетеді. Бірақ ол мұны жақын арада түсініп, осы қанаудың таралуына жол бермеу үшін қажетті шараларды қолданады. Егер адам келісім шартқа қол қойып жатқанын армандаса, бұл оның ақшасын ақылмен салуға және жоғалтуға келетін ойластырылмаған шешімдерден аулақ болуға деген тым құштарлығын көрсетеді. Түсінде біреу дақтар мен кірге толы қағазға қол қойып жатқанын көргенде, бұл оның қазіргі кездегі қиындықтар мен қиындықтарды көрсетеді. Дегенмен бұл арман оның осы проблемаларды жеңу және олардан сәтті шығу қабілетін де көрсетеді. Түсінде ескі ақ қағазға қол қою адамның жасаған жоспарлары мен қазіргі уақытта жасаған күш-жігерінің арқасында гүлденген қаржылық болашаққа ие болатындығын білдіреді. Түсінде жүкті әйел жарқын ақ қағазды алуы мүмкін және бұл оның жүктілік кезіндегі және босанғаннан кейінгі жағдайлар үшін қолайлы символ болып саналады. Бұл көрініс жүкті кезеңнің денсаулыққа үлкен кедергілерге тап болмай бірқалыпты және оңай өтетінін көрсетеді және жеңіл босануды білдіреді. Егер жүкті әйел түсінде адам, әсіресе ол бейтаныс болса, оған ақ қағаздарды сыйлайтынын көрсе, бұл нәресте келгеннен кейін оны күтіп тұрған жақсылыққа толы кезеңнің белгісі, бұл әйелдің күтетінін көрсетеді. Қуаныш пен бақытқа толы жаңа өмір. Осымен бүгінгі түс жору шығарылым аяқталды. Каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Келесі түс жору шығарылымдарда кездескенше.